Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдармандарым? Арнамызға қош келдіңіздер. Егер шынайы өмірден алынған, жүрекке жететін тағдырлы оқиғаларды тыңдағанды ұнатсаңыз, арнаға жазылып, қолдау білдіріп кетіңіз. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз бен лайктарыңыз бізге үлкен күш береді. Ендеше бүгін сіздерге ерекше бір ауыр тағдыр жайлы баяндаймын. Тыңдап отырып, өз жүрегіңізден өткізіп көріңіз. Бүгінгі әсерлі әңгімеміздің тақырыбы ене мен қызының құйтырқы әрекеттері. Кейде бір үйдің ішінде отырып ақ бөтен сезінесің. Кейде бірге күлген адамдардың суық қарасы жүрегіңді жаралайды. Кейде ең жақындар ең ауыр сатқындықтың иесі болып шығады. Гүлназ бұл үйге үкілі үмітпен түсті. Шынайы ниетпен келген еді. Анасындай көрген енесі, сіңлісіндей қабылдаған қайын сіңлісі бір күні өз өміріндегі ең үлкен сынаққа айналады деп ойламаған. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Әдемі үй, кең дастархан, жымиған жүздер. Бірақ уақыт өте келе жылы сөздер суыды. Көзқарастар өзгере бастады. Астарлы әңгімелер, мысқылдар, көзге түртулер көбейді. Мен бірдеңені дұрыс істемей жүрмін бе? Әлде мен оларға керек емеспін бе? Гүлназ өзін іштей жеп жүрді. Бірақ сабырмен үнсіз төзді. Күйеуіне айтқанымен құлақ асып Гүлназдың сөзін тыңдамады, тыңдағысы да келмеді, амалсыз үнсіз жүре берді. Ас үйде ене мен келін шай әзірлеп жатыр. Ене, Зәмзәгүл. Әй, қашанғы байқамай жүресің? Шәйнек тасып кетті ғой. Гүлназ. Кешіріңіз, апа, байқамай қалыппын. Ене, мысқылдап. Байқамайтын келін көрмеппін әлі. Бұл сөздер қанжардай қадалды. Бірақ Гүлназ тағы да үнсіз қалды. Қонақтар келгенде Әсем, ене мен қызы, келінді әдейі ұялту үшін әрекетке көшті. Қайынсіңлісі Әсем әдейі дауысын шығарып: "Қонақтарға торт қайда? Бізге тәттілер жоқ па?" Гүлназ ұялып қалды да дауысы дірілдеп: "Торт пісіріп үлгермедім. Басқа тәттілер бар еді, қазір әкеліп берейін." Әсем мысқылдай күліп: "Дым білмейтін адамнан көп нәрсе күтуге болады екен" деді де сілкініп отырды. Қонақтар үнсіз, ыңғайсыздана бір-біріне қарады. Ал енесі мен қызы жеңіске жеткендей үнсіз бір-біріне жымиып отыра берді. Шынайы шындықтың ашылатын сәтте жақындады. Бір күні Гүлназдың күйеуі басқа бөлмеде отырғанда анасы мен қарындасының оңаша сөйлесіп отырғанын естіді. Қарындасы Әсем анасына жақындап: "Мама, жоспарымыз жаймен деп жүзеге асып жатыр. Ағамның ақырындап мен улай береміз. Сосын ол бізге сенетін болады, соңында келін өзі-ақ қуып жіберетін болады." Анасы жымиып: "Иә, көп ұзамай көрерміз нәтижесін, сосын өзім қалаған келінді әперем ұлыма, осыдан көр де тұр, мына былжыраған келіннен тезірек құтылу керек. Өтірік махаббат сахаббат деп үйленген келіннің бізге керегі де жоқ." Бұл сөздерді Гүлназдың күйеуі естіп үнсіз кетіп қалды. Көзі ашылды. Анасы өзін қалай алдап келгенін, солардың сөзіне қалай сеніп келгенін енді түсінді. Түсінді де қатты өкінді, әрі Гүлназдың алдында қатты ұялды, өйткені жігіт пен қыз боп жүргенде "Мен сенің қорғаның боламын. Бәрінен қорғаймын" деген сөзі есіне түсіп қорғай алмаған. Кешке жұмыстан кейін бірден күйеуі Гүлназдың қасына келді де Гүлназды бөлмесіне шақырды. Күйеуі Гүлназдың қолынан ұстап көзі мөлдіреп тұрып: "Гүлназ, сенен кешірім сұраймын. Бәріне сене жаздадым. Бәрін енді түсіндім. Сені қорғай алмадым. Мені кешірші", деді. Гүлназдың да жанарына жас, тамағына өксік тығылды. "Сенбеген күндерің мен үшін ең ауыр күндер болды" деп ауыр күрсінді. Күйеуінің оны түсінгеніне, оған сенгеніне терең дем алды. Бірақ бәріне көңілі қалған еді. Гүлназ содан кейін күйеуімен бірге бөлек шығып, жаңа өмір бастады. Жүрегі тынышталып, күйеуінің махаббатына кенеліп, құрсағына сәби бітті. Жаралы жүрегімен, бірақ сынбаған рухымен жаңа пара ашты. Өзінің мейірімді, сабарлы мінезімен ешкімге қарсы шықпай-ақ қолындағы барынан бақыт жасап алды. Өйткені әділдік, шынайылық жеңетініне сенді. Сабыр ең үлкен жеңіс. Мейірім ең үлкен қару. Ал шынайылық пен әділдік уақыт өте бәрін жеңетін сәт.
Егер бұл оқиға сіздің жүрегіңізге жетсе, пікір қалдырып, ойыңызбен бөлісіңіз.